Жобаның атауы жастар арасындағы кіші және орта кәсіпкерлікті дамытудың мемлекетке маңыздылығы қандай? Орындаған мен Андағұл Тағатайқызы, 10-шы А сынып оқушысы, және де менің жетекшім Жәмилов Бағлан Алтайұлы, тарих пәнінің мұғалімі. Жоба барысында мен бірнеше тұстарға тоқталып өттім, және де тақырыптың өзектілігі ол қоғамдағы жас кәсіпкерлер мен жастардың кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасына деген көзқарасы және кәсіп ашуда кездесетін қиындықтарды анықтап, талдау арқылы осы саланы дамытуға бағытталған тиімді ұсыныстарды жасау. Және де зерттеу сұрақтары: жастар арасындағы кәсіпкерліктің қазіргі таңдағы жай-күйі қандай? Жастар арасындағы жеке кәсіпкерлікті дамытудың мемлекет үшін пайдасы қандай? Шағын бизнестің мемлекеттегі жастар арасындағы жұмыссыздар санын қысқартудағы пайдасы қандай? Мемлекет тарапынан жас кәсіпкерлерге қандай көмек көрсетіліп жатыр? Жас кәсіпкерлер үшін өз кәсібін дамытуда қандай кедергілер кездеседі? Және зерттеу мақсаты ол Қазақстандағы жастар арасындағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың мемлекет үшін маңыздылығын ескере отырып, қазіргі таңда осы саланы дамыту үшін жасалынып жатқан нақты қадамдар мен кәсіпкерлікті жүргізуде кездесетін қиындықтарды зерттеп, екі жақты талқылау болып табылады. Және де зерттеу барысында туындаған мәселелер ол: біріншісі, бастапқы капиталды табудың қиындығы және несиенің жоғары пайыздық мөлшерлемесі. Екінші мәселе ол осы салада тәжірибенің жеткіліксіздігі жастардың мотивациясын төмендететін фактор. Үшіншісі, қаржылық және құқықтық сауаттылықтың төмен болуы. Келесі ол мәселе мемлекеттегі конкурстарға қатысқанда жемқорлықтың орын алуы. Келесі, бесінші мәселе көптеген бюрократиялық тексерістерден өту қажеттілігі. Тағы да бір мәселе кәсіпкерлік салада қажетті білімі мен тәжірибесінің жеткіліксіздігі. Тағы да көріп тұрғандарыңыздай мәселелер туындап отыр. Олар қоғамда кәсіпкерлерге деген дұрыс көзқарастың қалыптаспауы, әкімшілік тарапынан жас кәсіпкерлерге дұрыс көмек көрсетілмеуі, тәуекелге баруға тартыну, және де жастар кейбір жағдайларда жеке тұлға ретінде қарастырылмайды. Және де менің жобамның SWOT талдауы: бірінші, ол күшті жақтары: жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі, ұлттық тауардың әлемдік деңгейде айналымға шығуы, ұлттық қаржы қорының салық есебінен артуы, елдің әлеуметтік экономикалық әл-ауқатының артуы. Және де әлсіз жақтары: экономика саласындағы заңдар мен механизмдерді қолданудың әлсіз тәжірибелік дағдылары, бастапқы капиталдың жеткіліксіздігі, бюрократиялық құрылымдардың тежегіштік ықпалынан қорғалмағандық, кәсіпкерлікті жүргізуде тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі. Мүмкіндіктер: тәжірибелі кәсіпкерлермен білім мен тәжірибе алмасу сессияларын жүргізу, жас кәсіпкерлерге бастапқы капиталға субсидия беру және IT саласында хакатондар енгізу. Және де қауіп-қатерлер: бюрократиялық құрылымдардың тежегіштік әсері, шағын және орта кәсіпкерлікті құру барысында жемқорлық және непотизмнің орын алуы. Менің жобамның қорытындысына келетін болсақ, жастар арасындағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мемлекет үшін өте маңызды мәселе, және мемлекет тарапынан субсидиялар бөлініп, жастарды кәсіпкерлікке үйретуге тегін курстар өткізіліп жатыр. Жастар арасындағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың маңыздылығы оның жастардың тың және жаңа идеяларды жүзеге асыру арқылы қоғамға қажетті тауарлар мен қызмет көрсету түрлерін ойлап тауып, адамдардың өмірін жеңілдетуге көмектесуінде болып табылады. Ол өз кезегінде ұлттық ішкі өнім көлемін жоғарылатып, экономиканың дамуына оң ықпал жасайды. Және де менің айтар ұсыныстарым: ең алдымен жас кәсіпкерлердің қаржы, заң және кәсіп ашу саласында білімін тегін онлайн курстарды үздіксіз жүргізу арқылы жоғарылату қажет. Себебі қазіргі таңда осы қажетті білімнің жеткіліксіздігі жастар үшін кәсіп ашуда өте үлкен қиындық болып табылады. Екіншіден, мемлекеттік бағдарламаға қатысу және субсидия алу үшін құжат тапсыру процесін заманауи IT технологияларды қолдану арқылы оңтайландыру керек. Сонымен қатар, жас кәсіпкерлердің беделін көтеріп және оларға деген оң көзқарасты әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, жарнамалық роликтер жасау арқылы қалыптастыру қажет. Себебі кәсіпкерлердің елдің әлеуметтік экономикалық дамуына қосатын оң үлесін біраз қоғам мүшелері білмейді.